Назарларыңызға Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің маусым айына арналған дайджест жаңалықтарын ұсынамыз. Өзбекстан және Қырғызстан ғылым академияларының президенттері Қазы-Уазуға келді. 1 маусымда Өзбекстан Республикасы ғылым академиясының президенті академик Бегзот Юлдашев пен Қырғыз Республикасы ұлттық ғылым академиясының президенті академик Мурат Жұматаев пен кездесу өтті. Шара барысында оқу орнының алыс және жақын шетелдік университеттерімен белсенді ынтымақтастық жүргізіп келе жатқаны аталып өтті. Бірлесе атқарылатын жоспарлар талқыланды. 2 маусымда ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы басқарма төрағасы Дархан Балапанов Алматыға келген жұмыс сапарында университетте болып, университет басшылығымен, профессорлық оқытушылар құрамы мен жас ғалымдармен кездесті. Кездесу аясында аталмыш орталық пен оның еншілес ұйымдарының қызметін халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту мәселелері сөз болып, алдағы бірлесе атқарылатын істер ауқымы қарастырылды. Азық-түлік қауіпсіздігі және дұрыс тамақтану бойынша 5-ші халықаралық сараптамалық кездесу. 7 маусымда университет базасында тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және дұрыс тамақтану мәселелеріне арналған 5-ші халықаралық сараптамалық кездесу өтті. 10 мемлекеттің өкілдерін жинаған онлайн-офлайн режиміндегі іс-шараны азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті бірлесіп ұйымдастырды. Шарада әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйі және оны шешу жолдарын айқындау және тағы да өзекті басқа мәселелер талқыланды. Халықаралық жазғы мектеп 2022. 7 маусымда Қазы-Уазуда бүкіл әлемдегі аграрлық саланың жетекші ғалымдары жас зерттеушілермен тәжірибе және білімдермен бөлісетін халықаралық жазғы мектептің салтанаты ашылуы болды. Халықаралық жазғы мектеп жыл сайын өткізілетін дәстүрлі түрдегі ең белсенді және ірі жобалардың бірі. Негізгі мақсаты агроөнеркәсіптік кешенін дамыту саласында жаңа білім мен инновациялық технологияларды беру, сондай-ақ отандық білім мен ғылымды халықаралық кеңістікке интеграциялау болып табылады. Онлайн және офлайн форматтағы салтанатты іс-шараға ақш, Индонезия, Қытай, Таиланд, Испания, Болгария, Малайзия және тағы басқа әлемнің 33 елінен 96 спикер қатысты. Салтанатты іс-шара жұмысына азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бағдарламалар мен жобалар директоры Исмаил Абдель Хамид, Атяб International Service бас директоры Мохиб Ахмед Хан, азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бас директоры Ерлан Байдәулет және басқа да белгілі тұлғалар қатысты. Азық-түлік қауіпсіздігі халықаралық форумда талқыланды. 8 маусымда Алматы қаласында Ұлттық ғылым академиясы базасында азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі халықаралық форумы өз жұмысын бастады. Форумға мәртебелі қонақтар мен 10 мемлекеттің ғылыми қауымдастық өкілдері қатысты. Форум аясында өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды. Сондай-ақ университетте аталмыш ұйым мен Атяб компаниясының қолдауымен азық-түлік қауіпсіздігі және халал халықаралық зерттеу орталығының кеңсесі ашылмақ. Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша халықаралық форум қорытындысы өтті. 9 маусымда өткен форум қорытындысы бойынша форум жұмысының соңында Алматы декларациясы қабылданды. Ол тағам қауіпсіздігі бойынша ұйымдардағы елдердің азық-түлік қауіпсіздігі және ауыл шаруашылығы саласындағы зерттеу желілерін дамытудағы ынтымақтастығын нығайту үшін жоғары оқу орындарымен бірлесе жұмыс істеуге шақырады. Зерттеу университетінің қазақстандық моделі дамудың 20 жылдық тәжірибесі халықаралық форумы. 15 маусымда университет базасында халықаралық форум және ТМД жетекші аграрлық жоғары оқу орындары ректорлары кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Форумның негізгі мақсаты ұлттық зерттеу университетіне трансформациялану бойынша Қазы-Уазудың өз тәжірибесін тарату, ТМД елдерінің аграрлық жоғары оқу орындарының ынтымақтастығын дамыту, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, ғылым саласындағы нәтижелермен алмасу және аграрлық білім мен ғылымның сапасын арттыру үшін тиімді және сындарлы басқару шешімдерін қабылдау болып табылады. QS аймақтық директоры Қазы-Уазу ғалымдары үшін семинар өткізді.
16 маусымда Шығыс Европа және Орталық Азия елдеріндегі QS аймақтық директоры Сергей Христолюбов университет профессор оқытушылар құрамы үшін QS семинар ғылыми зерттеулер саласындағы жоғары оқу орындарының қызметін күшейту мәселелері туралы семинар өткізді. Семинар барысында Сергей Христолюбов халықаралық QS компаниясы жұмысының нәтижелері мен жоғары оқу орындары қызметін бағалау әдістері туралы кеңінен айтып берді. Атап айтқанда ол өздері жүргізетін сауалнама қорытындылары мен дайындық бағыттары бойынша пәндік рейтингтің QS бағалау және талдау бойынша ақпаратымен бөлісті. Қазуазу базасында волейболдан халықаралық турнир өтті. 17-19 маусымда университет базасында ардагерлер командалары арасында волейболдан дәстүрлі халықаралық турнир өтті. Шараның мақсаты аталмыш спорт түрін насихаттау және ардагерлер командалары үлгісінде студент жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру. Финал нәтижесі бойынша Ресей мен Қазуазу командалары бақ жарыстырып, біздің университеттің ардагерлері чемпион атанды. Күмісті Ресей, ал қоланы Өзбекстаннан келген команда жеңіп алды. Еліміздегі аграрлық жоғары білім беруді дамытудың проблемалық мәселелері талқыланды. 28 маусымда университет базасында Республикалық парламентаризм институты аграрлық жоғары білім беруді АУК үшін техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың проблемалық мәселелері жаңа мамандықтар атласы атты дөңгелек үстел болып өтті. Өзекті тақырыптың қатарында аграрлық жоғары білім берудің жай-күйі мен даму проблемалары, АУК үшін техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі кадрлық проблемалар, жаңа кәсіптер атласы аграрлық білім беру секторындағы жаңа трендтердің трансформациясы мен перспективалары, инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу мәселелері талқыланды. Оқу жылының қорытындысы бойынша Қазуазудың үздіктері мен белсенділері марапатталды. 29 маусымда 2021-2022 оқу жылындағы тәрбие және әлеуметтік шаралар жөнінде жасалынған жұмыстардың қорытындысы бойынша үздік деп танылған университет қызметкерлері, профессорлық оқытушылар құрамы, кураторлар, факультеттер мен кафедра өкілдері марапатталды. Марапаттау рәсіміне Алматы жергілікті агроөнеркәсіптік кешені және мемлекеттік мекемелер қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Рая Әдірәлиева, Аманат партиясының Медеу аудандық филиалының атқарушы кеңесшісі Нұрғалы Мүкеев және басқа да жауапты мекемелердің өкілдері қатысты.